Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен құрамы қарапайым заттардан тұратын жылы салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді соломка ретінде турап қуырып аламыз. Менде піскен ет, сіздер шикі етті де қолдансаңыздар болады. Үстіне бір дана пиязды турап салып тағы да қуырамыз. Оның үстіне 5-6 қасық соя соусын құйып, тағы да 5-10 минуттай қуырып аласыз. Оның үстіне балғын қиярымыз бен қызанақ бір дана. Осылай әдемілеп турап қосамыз және болгар бұрышын қосамыз. Менде сары және қызыл болгар бұрышы 4-3 бөлігін қолдандым. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, 6 қасық сұйық май қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңыз бойынша корей салатын қоссаңыз болады. Салаттың дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыз.